Ассаламу алейкум, баршаңызға арнаға қош келдіңіздер. Видеоны бастаудан бұрын арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қытай коммунистік билік бірнеше рет Шығыс Түркістан исламды қозғалысына қарсы күресті Шинжаңдағы мұсылман этникалық топтарын басып жаншу үшін пайдаланды. ақш осы жақында ұйымның әлде бар екенін растайтын сенімді дәлелдер жоқ деген уәжбен Шығыс Түркістан исламды қозғалыс ұйымды террористік ұйымдар тізімінен шығарды. ақш бұдан ары Шығыс Түркістан ислам қозғалысын террористік ұйым ретінде сипаттамайтыны бұл Пекинде қатты наразылық тудырды деп мәлімдеді. ақш мемлекет хатшысы Помпео бұл жаңалықты үкіметтің федералдық тізілімінде жариялады. AFP агенттігі ақш мемлекеттік департаменті өкілінің сөзіне сілтеме жасап, Шығыс Түркістан ислам қозғалыс тізімінен шығарылды. Өйткені бұл ұйым 10 жылдан астам уақыт бойы жалғасып жатқандығы туралы сенімді дәлелдер болған жоқ. Көптеген түрік тілдес халық Шинжаңды Шығыс Түркістан деп атайды. Қытай билігі жиі Шығыс Түркістан исламды қозғалысын жиі болатын зорлық-зомбылық оқиғалар үшін айыптайды және бұл ұйымды Шинжаңдағы мұсылмандарды басып жаншуды күшейту үшін сылтау ретінде пайдаланды. Сарапшылардың пікірінше, Бейжіңде Шығыс Түркістан ислам қозғалысы ұйымдасқан топ екенін немесе ол Шинжаңдағы көптеген шабуылдарды жоспарлауды ұйымдастырушы екенін дәлелдейтін мәліметтер аз деп санайды. Бейжің ақш-тың Шығыс Түркістан ислам қозғалысты террористік ұйым ретінде танудан бас тарту туралы шешіміне бірден наразылық екенін білдірді. Қытай сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Уан Уэнбин кезекті баспасөз мәслихатында ақш-ты терроризмге қарсы халықаралық ынтымақтастық үшін артқа кетпеуге шақырды. ақш-тың шешіміне қатты наразылық пен қарсылық білдірді. Вашингтонда орналасқан ұйғырлардың адам құқықтары жобасы Помпеоның көптен бері созылған шешімі Қытай билігінің талаптарын айқын түрде жоққа шығарды деп мәлімдеді. Жобаның атқарушы директоры Өмір Қанат Қытай коммунистік билік ойдан шығарылған Шығыс Түркістан исламды қозғалысын пайдалану арқылы ұйғырларға, жалпы мұсылмандарға қарсы 20 жылдық ұлттық геноцид саясатын мұратына асырды деп сынға алды. Достар, арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер. Сіздердің тіркеліп лайк басып бөліскендеріңіз біз үшін үлкен қолдау. Келесі эфирде кездескенше сау саламат болыңыздар.